Ассалаумалейкум, құрметті телевизор көруші достар. Эфирде объектив назерінде. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Халыққа көрсетіліп отырған транспорт қызметі қай дәрежеде, әмде жоллардың сапасы. Әмде осы жолларымызда жүз беріп отырған жол харекеті демек хадиселері хақында бүгін сөйлесеміз. Әзілер, демек сіздерде осы темаларға байланысты сұрау, машқала, яки болмаса мүрәжәтлеріңіз бар болатын болса, студиямызда орнатылған 61 кодыменен 226-13-14 әмде телеграм мәнзілдерімізге өз сұрауларыңызды, әлбетте байланыс нөмірлеріңізді қалдырған жағдайда қалдырсаңыз, әлбетте жүді мақсатке муафиқ болар еді. Демек, бүгін студиямызға келген мейманларды таныстырып өтеміз дәсіліп. Бірінші мейманымыз Юсуп Ерназаров, Қарақалпақстан Республикасы автомобиль жолдары бас басқармасының бас инженері. Мақсат Утинязов, Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі бөлім басшылығы. Мойнақ Темірбеков, транспортты қадағалау инспекциясы, Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлім басшылығының орынбасары. Руслан Нураддинов, демек Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі жәмиеттілік қауіпсіздік қызметі жол харекеті қауіпсіздігі басқармасы аға инспекторы. Әмде ақырғы мейманымыз Тұрсынбай Өтемұратов, Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі жәмиеттілік қауіпсіздік қызметі жол харекеті қауіпсіздігі басқармасы мәдениет топары инспекторы. Құрметті меймандар, студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Міне, бүгінгі темамыз әлбетте қайта-қайта берілсе де арзитұғын темалардың бірі, себебі жоллар бұл ең қаламыздың тикарғы инфраструктурасы болып саналады. Солай екен, бүгін дәслепкі сұрауымызды, демек, транспорт мәселесінде бүгін күнде халқымызға көрсетіліп отырған транспорттың сапасы хақында, әмде сеніп отырған жұмыстар хақында басылсақ. Мархамат. Мақсат. Ассалаумалейкум, құрметті тамаша көйлер. Өзбекстан Республикасы президентінің 59-шы қарарына тикар Нөгіс қаласында жөнелістер толық оптимизациядан өткізілген болып, алдыңғы дәуірде 92 дана дамаш жөнелісі болған болса, 29 микроавтобус жөнелісіне айландырылды. Бұл өз нәубетінде халыққа сапалы қызмет көрсетуге болған қалаларымыздағы пробка дейміз, автомобильдердің тірбетіліктерін азайтуға болған үлкен қадамдардың бірі болып деп есептесек болады. Қала берсе, жаңа брутто шартнамасы тикарында қызмет көрсету ережелестірілген автобус жөнелістері шөлкемлестірілді. 15 дана һәм Сапсан Нүкіс Транс жауапкершілігі шектелген жәмет тарапынан бірінші 13 дана автобусымыз Нүкіс қаласына келіп, қызмет көрсетіп басылады. Бұл да өзінің ұнамды тарифлерін әр тарифлеме көрсетті. Жәметтік транспорт инфраструктурасы бойынша қосымша жол харекет қауіпсіздігі басқармасы, автомобиль жолдары басқармасымен біргелікте бандірлерге болған талап, амелдегісі, талап етілетіні, жолдардың сапасы бойынша да қосымша үйрену жұмыстары алып барылып жатыр. Рахмет, енді міне транспортларымыздың осы жолларда бейхатер харекетлену үшін әлбетте жолларымыздың сапасы жақсы болу керек. Юсупбек, міне жолларымызда сеніп отырған жұмыстар хақында, алдымызға қойған мақсаттар хақында да айтып кетсеңіз. Құрметті президентіміздің 454 санды қарарына муафиқ Қарақалпақстан Республикасы аймағында ұлыма пайдаланылған автожолдарын құруға реконструкциялау жұмыстары әмелге асырылып отыр. Атап айтатын болсақ, бұл Өзбекстан Республикасының шығыс тарапын Қазақстан Республикасымен байлайтын А380 Ұзар-Бұқара Нүкіс Бейнеу автомобиль жолы. Бүгінгі күнде бұның 8-ші басқыш километрінде 25 километр жолының жұмыстары әмелге асырылып жатырды, яғни 698-723 километр аралығында. Ондан тысқары өткен жылы құрметті президентіміздің бастамасыменен Қарақалпақстанда тек қана Қарақалпақстан емес, бұл Өзбекстанда ең үлкен объект, бұл Ұзар-Бұқара Нүкіс Бейнеу автомобиль жолының 240 километр цементобетон автомобиль жолының ашылуда тантаналы ашылу мәрәсімінде болып өтті. Онан тысқары қаламыздың, Нүкіс қаламызды Хожеде районымен байланыстыратын 4-174 автомобиль жолының 0-11 километр аралығында пайтақтымыз Нүкіс қаласында халық тілінде айтатын болсақ, Аллая Досазаров көшесі, Төрткүл Ұзар дейміз, аз Өзбекстан көшесі, Ерназар Аллакөз көшесі, аз жағы давам еткенде 4-176 автомобиль жолы 0-14 километр
аралығында реконструкция жұмыстары амелге асырылып жатырды. Рахмет. Енді әлбетте видео көріністеріміз бар еді. Сол Қарақалпақстан Республикасы автомобиль жолдары бас басқармасының істеген жұмыстар хақында да азғана видеоролик дайындағанбыз. Соны біргелікте тамаша етіп алсақ, соң сұрау жауаптарымызға өтсек. Мархамат. Көріністерде көріп тұрғанымыздай, жоллар бұл ең машқалалы һәм де көп қаражет талап ететін жұмыстарының бірі де, әлбетте жолларымыздың сапасын жақсылау болып табылады. Міне хабарыңыз бар, көпшілігіңіздің сол өткен саналарымызда көрсетуіміздің осы жоллар хақында қораларымыздан келген сын пікірлер, машқалалар айтылған еді көрсетуіміз арқылы. Солай екен бүгін бір жақсы жағдайдың куәсі болдық. Енді міне сол көрсетуден соң сол көшелеріміз асфальт жатқызылып, оңай жұмыстар алып барылып отырған куәсі болдық та. Бұл көшелердің бірі үлкен сол Ерназар Алакөз көшесі болса, екінші көшеміз сол банктың алдындағы Туран стадионының көшесі демек. Міне сондай жұмыстар істеліп отырған әлбетте бұл қуанышлы жағдай. Қораларымыздан келіп шыққан сондай машқалалар, пікірлер, сын пікірлердің арқасында жолдарымыз еледе абадаласып, қаламыздың шырайына шырай қосылса, әлбетте бұл қуанышлы жағдайлардың бірі болып табылады. Қазір міне сол банкінің жанындағы көшені көрдік. Демек ол жерде оңай жұмыстар алып барылып жатыр, қазір. Сол хақында бір кеңірек өзіңіз айтып кетсеңіз. Қазіргі уақытта сол банкіміздің алдындағы көше, Туран стадионы алып баратын көшеде асфальтқа шекемге жұмыстар амелге асырылып жатыр. Яғни фреза техникасы жәрдемінде асфальтобетонның ескірген қатламын кесіп алып тастап, таза асфальтобетон қатламын басу жұмыстарында тайлық жұмыстар амелге асырылып жатыр. Екіншісі, өткен көрсетуімізде айтқанымызда Ерназар Алакөз көшесі, бұл жоғарыда айтып өткен құрметті президентіміздің 454 саны қарарына муафиқ реконструкция жасалып тұрыпты. Осы жылды Құдайсы 1 июль қаласына 5 км жол пайдалануға тапсыру режелестіріп жатырмыз. Бүгінгі күнде әзір қылып жатқан учаскемізде 500 метр жерін даярлап жатырмыз. Яғни транспорт құралдарына да әрекетленуін кесенті етпеу мақсатында 500 метр жерін жауып қойып, мекті айланба көшелерінен жол ашып берген қалды. Ал учасканың 500 метр болғаннан кейін ажаны давам етіп кете береді. Әлбетте бұндай халықпенен істескен жағдайда істеліп жатқан жұмыстар жүде қуанышлы, жаңа айтып өткеніміздей. Солай екен, бұндай жұмыстар елде давам етуін тілектеспіз. Демек, әзілер өздеріңізден келіп тұрған мұражатларды оқып естіруді баслаймыз. Телеграм мәнзілдерімізге келіп түскен сұраулардың
Дәслепкі сұраулардың бірі, демек, ассалаумағалейкум, объектив назарында көрсету қатынасушылар депті. Нөкіс қаласы Бәйтерек мәкам құралар жиынынан Азатлық көшесі тұрғыны Ділімбетов Қадырбайдан кепті. Байланыс нөмірлерінде қалдырыпты. Сұрауы көшесінде 18-ші салы Ажиназ атындағы орта мектеп бар. Һәм жас өспірімлер күрес мектебі де бар. Бұған Саманбайдан демек балалар осы Азатлық көшеден қатынайды, транспортлар қаттайдайды. Сол үшін жасалма биіктік деп айтылады. Міне өзіміздің жасалма биіктіктерді қойып берсеңіз депті да. Енді жасалма биіктіктер мәселесіне Тұрсынбай сіздерге хабарласу керек шығар. Сол екен тәртібі хақында жасалма биіктіктерді әзір алдын көрсетулерімізді бұқараларымыз көп мұражат жоллады. Көп жерлерде жасалма биіктіктер өз басымшылықпен құрылып тасланған депті. Енді бұның құрылу тәртібі қандай болады? Осы хақында бір кеңірек айтып кетсеңіз. Барамыздың сұрауына кезек. Өзіміздің Нөкіс қаласы республикалық жолларды, мектеп бақшалардың орнатуы лазым тапқан жасалма биіктіктер орнатылатын болса, әлбетте бұл жол харекет қауіпсіздігі басқармасы, әмде автомобиль жолы басқармасы, ішкі жолдар болса, абайланыстыру басқармасымен біргелікте тиесілі келісім алады. Алынғаннан соң бұл жасалма биіктік орнатылады. Біздер тараптан тиесілі жол белгілері орнатылып тапсырылады. Бұндай рұқсаттамаларды алу үшін бұқараларымыз, сол жерде жасаушы бұқараларымыз мұражат ету керек пе? Қандай болады тәртібі? Рұқсат аламын дегенше тәртібін айтып кетсеңіз, түсіндіріп кеңірек. Рұқсат алу тәртібі біздерге жазба түрде, сен телефонлар арқылы мұражат етсе болады. Байланыс сен телефонлар бар ма? Айтып кетсеңіз де болады. 61-ден 224 65 11 65 12. Нәубетші телефон. 224 65 11 65 12. Демек 61 кодыменен 224 65 11 һәмде 65 12. 65 12 байланыс нөмірлеріне хабарлассаңыз болатын екен. Құрметлі Қадырбай ағамыз. Келесі сұрауымыз. Ассалаумағалейкум, мен Абданбетова Гүлайым, Тақтакөпір районы Өзбекстан ауылы Бессары ауылында тұраман. Ауылдың оқушыларының бәрі мектепке бару үшін үлкен асфальтты кесіп өтіп барады. Әсіресе кішкене классларда оқушыларға жүдә қиын депті да. Сол үшін сол аймаққа пиядалар өту жолын, яки болмаса сол іркіліп өту үшін автотранспортлардың жасалма биіктік сұралғанда қайттан қойып берілсе жақсы болар еді депті да. Осындай жағдайларда Барамыздың мұражатына бойынша әзір жазып алу. Тиесілі қанегелімен барып үйреніп шығамыз. Сөйтіп лазым тапқаннан кейін сол айтылған мұражаты толық қанатыландып, жасалма биіктігі орнатылып беріледі. Тілекке қарсы байланыс нөмірін қалдырмапты, бірақ сол азыр аймақ айтылды. Тақтакөпір районы Өзбекстан ауыл бұқаралар жиыны Бессары ауылы екен да. Бессары ауылы. Сол жердегі мектептің алдындағы асфальттан өту үшін көріп, мұражат орында шешілсе, жүде жақсы болар еді. Демек, Нөкіс Тақтакөпір жолындағы өрнек бұрылмаға жақын жерде пиядалар өту жолы сызылған дейді жолға. Жақын жерде мектеп жайласқан, бірақ автомашиналар тезлігін ол жерден өтуге ешкім жүрексенбейтін шығар депті да. Сол жерге бір нәубетші светофор қойылса жақсы болар еді депті бұл бұқарамыз. Бұқарамызда байланыс нөмірлерін қалдырмапты, бірақ сол өрнек бұрылма деп айтылған. Мектеп алдындағы пиядалар өту жолына, яғни сол көшпелі светофор құрылмаламыз. Яғни бұл Нөкіс районы аймағына кіртілген, бұл өрнек ауыл бұқаралар жиыны. Бұл орынға сол Нөкіс районы сол жол әрекет қауіпсіздігі бөлімшесімен байланысып, су орынға светофор құрылманы, яғни көшпелі светофор құрылманы орнатып беру ләжілерін көріледі. Сондай-ақ мінекей бүгінгі күнде сол бәрше мектеп алдында пиядалар өту жолларында сол радар құрылмаларымен тәмелеу жұмыстары алып барылмақта. Яғни қазіргі күнде Нөкіс қаласының өзінде 7 орынға сол мектеп алдында пиядалар өту орындарына сол радар құрылмалар орнатылмақта. Бұлар тез күндерде іске түсу күтілмекте. Сондай-ақ мінекей сол бәрше мектеп атрафындағы сол пиядалардың қауіпсіздігін тәмелеу мақсатында, әсіресе мектеп оқушыларының қауіпсіздігін тәмелеу мақсатында сол радар құрылмаларын орнату. Сондай-ақ бұл орындарда сол яғни сол мектеп оқушыларының қауіпсіздігін мақсатында жасалма биіктік орнату жұмыстары әмелге асырылады. Бүгін осы жылдың дәстүріне өзі кірділген, яғни сол бәрше мектеп атрафларында сол жасалма биіктіктермен орнатылу тәмеленеді. Енді міне қазір уақытшалық светофор дедік қой, міне көшпелі светофорларымыз бар. Көшпелі светофорымызды қою үшінде халық, сол бұқаралар сол жерден мұражат ету керек пе, яки болмаса сол жер көріліп, шығылып, соң қойылады ма светофорлар, қандай болады? Бұл орында сол бірінші нөбетте әлбетте мектептің атрафы мектеп алды болатын болса, бұл орынға жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан сол анауылы сол
үш топар үйрем шығарып, бұл орынға қойылу керек лазым болса, әлбетте көшпелі светофор қойып беріледі. Көшпелі светофор сол мектеп жәмиятына біріктіріледі. Мектеп жәмиаты сол азанғы уақытлар сол жолға алып шығады. Һәм мектеп уақыты тамам болғаннан соң қайтадан сол мектепке апарып қою жағдайы сол бойынша келісіп алынады, сонан кейін бұл орын құрып беріледі. Әлбетте бұқараларымыздың да мұражаты керек болады Әлбетте бұқаралардан бөлек сол жерде мектеп директоры тарапынан, сол мектеп жәмият тарапынан ұсыныс мұражат етсе, мұражаты онан шешіледі. Рахмет. Келесі сұрауымыз. Шоманай районынан бұл бұқарамыз өзінің атын жарияламауды сұрапты. Шоманай районы тұрғыны екен, Қожелі районына қарасылық Құлап ауыл бұқаралар жиын аймағынан өтуші жолдың халық тіліндегі сол апатный жол деп айтылады. Демек, кіріс һәм шығыс тәріплеріне жүк автомобильдерді кіру қадаған белгісі қойылған, бірақ тілекке қарсы осы жол арқылы Нөкіс қаласы тәрепке көпшілік жүк автомобильдері, әсіресе халықаралық жүк тасушы логистика фур автомобильдер әрекетленеді. Жүк автомобильдері кіру қадаған белгісі болса да, жүк автомобильдер әрекеті давам етпекте. Жүда көп жол тар депті да, жолдың көп жері тар депті. Бұл мәселені қалай сапластырсақ болады? Алдынан рахмет жолаған екен. Бұл орынларға сол, яғни сол жүк машина кіру қадаған жол белгісі орнатылған болса, бұл орынға жол патруль қызмет инспекторлар тарапынан күндік дислокация текарында қойылған. Яғни сол жерде сол жүк автотранспортлар әрекетленген жағдайда сол тиісті тәртіпте әкімшілік баяндамалар рәсімдестіріледі. Сондай-ақ бұл Қожелі, яғни Аш-Түркістен, Қожелі аймағының айланып өтуші Аш-Түркістен халықаралық ахметті ие жолымыз реконструкция жұмыстары алып барылған себеплер бұл орында сол жүк автотранспортларының қатынауы болмақта да. Сол себепті мінекей бүгінгі күнде жүк автотранспорт қатынауы болып тұрды сол орында. Бірақ ол жерде сол жол белгісі бар болғалы себептен бұл автотранспортларына әкімшілік баяндама рәсімдеді. Бұл жүк автотранспортлары Қожелі қаласының ішкі жолына әрекетлену керек текарынан. Негізі сол тараптан жол ашып беріп қойды қазіргі уақытта. Келесі сұрауымыз, міне байланыс нөмірлерімізге келген, студиямызда орнатылған 61 кодыменен 226-14 нөмірлеріне. Демек, пенсионерлерге, студенттерге транспортларда жүру үшін 50%-лік карточкаларды қашан тәмінленеді екен депті. Мархамат. Бүгінгі күнде қазір жәмиеттілік іштімай хымаяға мұқтаж болған дейді ғой. Сондай бұқараларымыз үшін жәмиеттілік қорғауға мұқтажлы болған бұқаралар үшін сондай карточкалар 1 апрельден бастап әмел қылмақта. Бұл мемлекеттік қызметлер орайына арыза жіберу арқылы алса болады. Бұнда жәмиеттілік транспортлардан бейпіл пайдалану құқығын береді. Студентлік карточкалар бірақ бүгінгі күнде енгізілмеген. Демек, қазір күні сол 1 апрельден бастап бұл мәселе. Мархамат. Бұл ағаның сауалында жаңа мәселесі автобустарымыз ертең брутто шарттама текарында қызмет қылып бастайды. 28 апрель күнге тендерге қойылды. Тендер жеңімпаз болғаннан табылғаннан кейін брутто шарттама текарында қызмет көрсетіп бастағаннан сол уақытта енгізілген. Студенттер үшін 50%, оқушылар үшін, пенсионерлер үшін атто деген пластик карточка орнатылған. Соны бір айнадан алса болады. Сол текарында пайдалануға мақсатқа уақыт болады. Рахмет. Келесі сұрауымыз қазір ғана кеп түскен берілген сұрауға ұқсас сұрау екен. Жасалма биіктік орнату мәселесінде көптеген сын пікірлер айтылады. Негізінде жасалма биіктік қайсы орындарда орнату керек? Егер жасалма биіктік қойып жолды жарамсыз ахуалға келтірсе, оған кімдер жауапкер болады? Hamda қандай шаралар көріледі депті? Бүгінгі мінекей сол жол әрекет қауіпсіздік басқармасы тарапынан, яғни сол қазіргі уақытта сол мектеп һәм мектепке жекеменшік мүлікті шөлкемдер алдарына орнатылу режиссерлген һәм бүгін орнатылмақта. Сондай-ақ мінекей сол бұқаралар тарапынан ішкі жолдарға өз басымшылықпенен сол бетон қапаламалы тосқыларын орнатып, яғни сол бетон қапалама орнатқан жағдайда бұл жолдарды һәм жарамсыз ахуалға келтіреді. Сондай-ақ бірге мінекей автотранспорт басқарушыларына бірқанша қолайсыздық тудырады. Осындай жағдайларда мінекей жол әрекет қауіпсіздік басқармасы қызметкерлері тарапынан анықталған жағдайда өз кезегінде бұл әкімшілік жауапкершілікке себеп болады. Сондай-ақ бұның орнатылу тәртібі белгіленген, яғни сол орнатылу резинка қапаламалы орнатылу керек. Сондай-ақ мінекей онан сол бетон тосқықпен орнататын болса, ол 6 сантиметрден аспаған жағдайда, биіктікті аспаған жағдайда, һәм 15 сантиметр жатық жағдайда орнатылу тиіс етіп белгіленген. Сондай-ақ мінекей қазіргі сол жеке бұқаралар тарапынан өздерінің көшелерінде автотранспортлар жүр тез әрекетленетін болса, өздері тарапынан, яғни сол стандарт талаптарына жауап беретұғын резинка қапаламалы
сол жасалма белгілерді орнатып алса, яғни өздері тарапынан орнатып алса болады. Ол кезде де біздер сол жол әрекет қауіпсіздігі басқармасына, яғни арызданмен мұражат қылады. Соны біздер тек қана жол белгілерін қойып беру мүмкіншілік hamda сол алған өздері тарапынан алынған сол жасалма белгілерді орнатып беру жұмыстары біздер тарапынан әмелге асырылады. Қызметтер бейпыл тәрізді әмелге асырылады. Бейпыл тәрізді әлбетте қызметке асырылады. Тек қана өздері тарапынан сол белгіленген жеке істермелер тарапынан сатып алып өздері тарапынан қылса, тек қана біздерден сол бейпыл орнатып беру hamda жол белгілерімен орнатып беру жұмысы әмелге асырылады. Қандай жағдайларда, мәселен, өздеріңіз құрып беру жағдайларда бола ма? Бұндай тәртіптер бар ма? Бұндай тәртіпте тек қана айтып өткеніміздей, бірінші нәтижесі мектеп оқушыларының қауіпсіздігін, балалардың қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында ғана тек мектеп атрафларына орнатып беріледі біздер тарапынан. Рахмет. Қазір кеп тұрған сұрауымыз, ұсыс сұрауға жүдә ұқсас сұрау. Міне Бозотау районының 10-ші мектеп үлкен асфальт жол бойында жайласқан депті да. Бозотау районындағы мектеп. Транспортлар жүдә үлкен тезлікте өтеді. Сол мектеп алдында асфальтқа қазір айтқанымыздай сондай жасалма биіктіктер орнатылса бола ма депті да. Әлбетте бұл орынға да орнатылуға болады. Себебі мектеп атраф болғанлық себептен болмаса, яғни резинка жасалма биіктік болмаса, бұл орынға сол асфальт қапламалы, яғни биік бәленділік, яғни сол жасалма биіктік орнатып беру мүмкіншілігі болады бұл орынларға. Бұл орынға да сол тиісті тәртіпте сол мұражат жолдау керек бұқараның мұражатына текарланып, бұл орында сол орнатып беру, яғни асфальт қапламалы, болмаса резинка қапламалы менен істеп беру мүмкіншілігі бар. Бұқара мұражат қай жерге жолдайды? Мұражатты сол жергілікті ішкі істер бөлімі, яғни жол әрекет қауіпсіздігі бөлімшесіне жолдаса да болады. Болмаса біздердің сол жаңа жоғарыда айтып өткеніміз сенім телефондарымызға жолдаса да болады. Рахмет. Енді байланыс нөмірлерімізге келіп түскен сұраулар және де оқып естіреміз. Көнеғал аймағында, яғни республикалық көз кеселіктері, тері кеселіктері һәм туы үй жайласқан айланба жолдан темір жол вокзалы тәрепке дейін аралықта жөнелісті маршрутлар қойылуы режеде бар ма? Себебі бұл аралықта халықтың көпшілігі транспорт қызметінен пайдалануға мүтәж, hamda бұл мәселе машқала болып жатыр депті да. Әлбетте, жәмет транспортымен қамыралмаған аймақлар әммесі үйрену жұмыслары алып барылды, һәм жәметлік транспортпенен қамыралмаған аймақтың өзі қалдырылмау режелестірілген. Нөкіс қаласында да жаңадан алып келу режелестірілген 15 дана автобусымыз Нөкіс қаласын айтайлық 100% транспорт қызметімен қамтып алу режеде тұтылған. Енді мақсат бұл айтылып отырған орын бар ғой, айланба жол деп айтылады халық тілінде. Сол республикалық ту үйінен темір жол вокзалына шекемді. Бұл аймаққа өзі жөнелісті транспорт көру режеде бар ма, қою мәселесі? Ол жерде автобуспенен, ол жер автобус жөнелісімен қамтып алу режеде бар. Демек, транспортларымыз келіп жеткеннен кейін қою режеде бар екен? Қойылады. Демек, бұл бұқарамыздың мұражаты тәмінленеді. Уақытын айта алмайсыз, қай уақытлар болып қалады? Уақытын алып келу режелестірілген автобуслардың әммесі істелермелерге тиесілі болып, жыл мүддет қойылған ба? 50 дана автобус қазір Қытай мемлекетімен сөйлесіліп жатырды алып келу бойынша. Мүддет бар ма? Пәлен мүддетке шекем әкелу керек деген? Енді жыл алып келу режелестірілген. Демек, жылдың ішінде? Жылдың ішінде. Алып келінеді. Келесі сұрауымыз, Шоманайда жолларды оңлау істері алып барылмақта. Осындай уақытта жол оңлайтұғын оңладып атырғанлығын білдіру үшін ешқандай белгі қоймаса һәм зиянданған автотранспорт құрылмаларға кім тарапынан жауап беріледі, кім тарапынан қаплап беріледі депті да. Демек, оңланып атырған жолларда сол жол транспорт кодексі болса, бұндай транспортларға қандай қаплап беру мәселесі? Бұқарамыздың мұражат бойынша бұл Шоманай районы алып бару үшін 4-177 автомобиль жолы бұл бүгінде оңлау жұмыстары дәстүрлі текарында әмелге асырылып жатыр. Яғни ой-шұқырларды жамау, карта ұсынуды оңлау жұмыстары. Әрбір жол құрылысын оңлардан алдын біз жол әрекет қауіпсіздігі басқармасымен келісілген схема согласования дейміз. Сызылмалар келісімін алып аламыз. Сол текарында уақытыншалық жол белгілері орнатылады. Жолда ремонттары ебірде көпшілік айдаушылар знагын растау жол белгілері бермей қалады. Сол себептен көрмей қалады. Но бірақ әрбір аймақта 5 километр аймақтың ішінде ремонт болып жатырды деген жол белгі орнатып қоямыз. Енді Сосын жаретте жолымызда ремонт жұмысы алып барып жатқан уақытта жол белгілері толық орнатылмаған болса, айтайық, сондай қалаларда жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының тарапынан, тиесілі тарапта әкімшілік баяндама түзіледі. Сол жолды оңлап жатқан қызметкерлерге, кархана инженерлерге.
көбінесе әлбетте жекеменшік карханалар бола ма, жолды оңалап отырған, яки болмаса мемлекеттік пе? Бұл қазір істеп жатқан Қарақалпақстан Республикасы басқармасы құрамындағы район жоллардан пайдалану мемлекеттік шөкемдер тарапынан әмелге асырылып жатыр. Енді бұларды қадағалаушы, мәселен, қазір жол қарекет қауіпсіздігі басқармасынан басқа өздеріңізде қадағалаушы нелер бар ма, бөлімдер? Әлбетте, бізде де бар техник қадағалаушы, технадзорлар деймін, техник қадағалаушы қанегелеріміз, һәм онан басқа харекет қауіпсіздігіне жауап беретұғын техник инженер сотларымыздан бар. Осындай жағдай болған уақытта, енді болмай қойсын, болып қалса, демек, осы істеп отырған мекеменің өзі жауап береді бұл транспортқа, сұрауымызға жауап демек. Келесі сұрауымыз көне қала аймағында, яғни республикалық көз кеселіктері, тері кеселіктері. Бұны қазір оқыған сұрауларымыздың бірі екен. Енді сұраулар келемен дегенше бір қызықтырған сұрау бар еді. Қазіргі күнде, Руслан, қазіргі күнде ұлыма жол транспорт қайдеселері қандай машиналар тарапынан істелініп жатырыпты жолдарымызда, жолдың сапасыздығы себепші болмақта ма, яки болмаса транспорт басқарушыларының сол қағиданы білмеушілігі ме, көбінесе қандай жағдайларда болады? Һәм қандай транспортлар тарапынан жүз беріледі? Қазіргі күнде сол республикамызда жол транспорт қайдеселері келіп шығуы көптеген статистик мағлұматларға қарағанда жөнелтілі таксилер, жөнелтілі микроавтобустар қатынасында көп жүз бермекте. Оның себебі неде? Не себептен жөнелтілі сол таксилер бұны маршрутлар демек істеп жатыр? Келіп шығу себептерін үйреніп қарағанымызда, 2025 жылдың 3 ай davamında жөнелтілі автотранспорт құралдары тарапынан 4 жағдайда жол трансляциясы келіп шыққан. Бұнда сол бір жағдайда адам өлімімен байланысты, 3 жағдайда болса, сол адам бұқаралардың дене жарақаты алуымен байланысты жол трансляциясы келіп шыққан. Бұнда сол адам өлімімен байланысты жол трансляциясында сол автобус, яғни сол светофордың қызыл шырағынан сары шырағына өтіп әрекеттеніп жатқан уақытында сол үлгеремен деп басып келеді да, сол велосипедші, яғни сол әрекетленіп уақытта велосипедші басып кету нәтижесінде жол трансляциясы келіп шықты, һәм бұқара бұл орында қайтыс болып жатыпты. Бұнда автотранспорт басқарушысы, яғни сол кескін тезлікті асыруы, яғни сол біз кесіліспелерге жақыладық па, яғни светофордың сол жасыл шырағынан сары шырағына өткен уже бізге тоқта несін беріп жатырыпты. Біз соған қарамастан автотранспорт басқарушы тарапынан сол жол әрекет қағидасына әмін етпеу нәтижесінде мінекей бұқарамызбен өліммен байланысқан жол трансляциясы келіп шықты. Сондай-ақ 3 жағдайда болса, мінекей жолаушылармен шұғылданушы автотранспорт басқарушылары сол яғни сол оң қапталға қарап шырағын жақпай, яғни поворотын жақпау дейді, сол жақпау нәтижесінде бірден тоқтап қалу нәтижесінде арқа тарапынан келіп жеңіл машина немесе басқа грузовой машиналардың келіп ұру нәтижесінде осындай жол трансляциясы келіп шыққан. Сол бір өз кезегінде айтып өтер едік, сондай-ақ мінекей яғни сол пиядалар жолында сол жөнелтілі автотранспорт құралдарының пиядалар жолының үстінде тоқтап тұрып бұқараларды, пияда жолаушыларды алу жағдайлары көптеп ұшыраспақта, сол жағдайда да мінекей сол пиядалар жолының үстінде келіп пияданы алып жатқан уақытында сол арқа тарапынан келіп сол жеңіл машина ұру нәтижесінде жол трансляциясы келіп шыққан. Өз кезегінде сол жолаушы тасумен шұғылданушы автотранспорт басқарушылары сол біз бірінші нәубетте сол жолаушыларды үйрету мақсатында әрбір жолаушыны сол белгіленген бәндіргілерде алу, яғни белгіленген бәндіргілерде жолаушыларды түсіру һәм алу керектілігі. Сондай-ақ мінекей пиядалар өту жолынан сол 10 метр аралықта өтіп тоқтау, мысалы 10 метр аралықта бер алдында тоқтау керектілігі бойынша сол біз үгіт насихат түсіндіру жұмысын алып барып, соған қарамастан мінекей 3 жағдайда сондай жол трансляциясы жүзіп жатыпты. Сол бәрше автотранспорт басқарушыларының сол жөнелтілі автотранспорт басқарушылары сол пиядалар жолында, әсіресе пиядалар жолында сол пиядаларда сол өтіп тоқтаса, біз маршруттар сол белгіленген жөнелтілі автотранспорт қай жерде тоқтасақ, бұқаралардың сүйегі, жолаушылардың сүйегі қарап үйренеді. Бірінші нәубетте біз осы норманы әмел қоюымыз керек, яғни сол бәндіргілерде тоқтап, адам түсіріп, адам алу жұмысын шөлкемдестіруіміз керек. Сонда ғана біздің бұқараларымыздан үйренеді сол неге. Дұрыс айтасыз, Тұрсынбай. Міне жасыратуын жері жоқ, көпшілігіміз білеміз, халқымыздың арасында сол жөнелтілі автотранспортларда жүрген уақытларымызда көбінесе сол басқарушылар жолаушыны аламан, яки болмаса оны түсіремен деп бірден тоқтап қалу жағдайларда көп ұшырасады, яки болмаса сол тоқтау қадаған орындарда да тоқтайды. Мәселен, сол бірден түсемен деген уақытта бұр жіберіп тоқтаған уақытта, міне қазір айтып өткеніңіздей жол транспорт қайдеселері жүз беріп жатырды. Міне осындай жағдайлардың алдын алу үшін мақсат транспорт басқарушыларының бір сынақтан өткөру ме, яки болмаса оларды сол рульге отырғызбастан алдын қандай да бір сол транспорт басқару өзінің шеберлігін көріп шығу мәселелері бола ма? Бұларды қадағалау мәселесі қалай болып жатыр? Бұларда әрбір тасушы кархананың штат бірлігінде жол харекеті қауіпсіздігі бойынша жауапкер шақс болу назарда тұтылған, яғни әммесінде мәжбүри тәртіпте бұндай қызметкер бар. Бұлар
Өзбекстан Республикасы транспорт министрлігінің жанындағы ілім институтында әр 2 жылда бір мәрте мамандығын асырады, оқып, амелдегі жол әрекет қауіпсіздігі бойынша нызамлар, қағидаларды үйреніп келеді. Һәм автотранспорт құралын рейстан алдыңғы медициналық, техникалық көріктен өтулерін қадағалап барады, һәм қосымша инструктаж журналларын алып барады. Ал бірақ айдаушыларды таярлау, қайта таярлау бұл автомобиль мектеплерінде әмелге асырылады. Мысалы, категориясына қарап, А, Б, С, Д категориялар болады. Олар сондай. Қазір міне әсіресе пайтақтымыз жолларында үлкен автобуслар, үлкен транспортлар келіп атыпты да, адам тасушы. Бұларға транспорт басқарушыларды қойып атырған уақытта сынақтан өткелді ме олар? Оларды Екімаса тек қожетті категория бойынша алынама қандай болады? Категория бойынша әлбетте кемінде 3 жыл стажға ие болу керек, 21 жасқа толған, һәм тиісілі тәртіптегі автомобиль құралын басқару үшін категорияға ие болу талаптар қойылады. Әлбетте енді бұндай бұқараларымыз, транспорт басқарушыларымыз тек қана өзі үшін емес, сол транспорт ішіндегі бұқаралар үшін де жауапкер болып саналады. Сол екен оларды рульге отырғызбастан алдын жақсылап бір осындай тест сынақларынан, айдаушылық сынақларынан өткізсе, мақсатқа муафиқ болар еді деп ойлаймыз енді. Әлбетте бұл тасушы карханалармен біргелікте іслесеміз, сол жәмиеттік транспортта қызмет көрсетуші айдаушыларды жұмысқа қабылғанда, сол әр тәріплеме құжетлеріне ітібар беруді, өз уақытында мамандығын асырып барлығы хақында мағлұматлар тексерілуін, үгіт-насихат жұмыстары алып барамыз. Келесі сұрауымыз, демек студиямызда орнатылған 61 коды менен 226-14 нөмірлеріне келген сұрауларды оқып естіреміз. Мектеплердің алдында ақ, қызыл реңдегі сызық болу керек. Қазір ақ, сары деп рең берілген екен. Бұл қате 1-14-ті 4, яғни ақ, қызыл болу керек. Бұған кім жауапкер, қатені кім түзетеді депті. Мектептің алдында осы пиадалар өту жолдарында тәртібі бойынша қандай сызылу керек? Пиадалар өту жолдар хақында кетіп отырған болу керек. Бұл сұрауымыз. Қазір бұқарамыз жолда қандай болу керек пе? Тәртібі бойынша, яки болмаса сол сызықлар туры сызылған ба? Пиадалар өту орындарындағы. Әлбетте бұқарамызды сұрау орынды. Қазіргі күнде республикамыз бойынша мектеп балалар бақшалар алдында пиадалар өту жолына Қарбақстан Республикасы жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы жанындағы эксплуатация монтаж бөлімі тарапынан 1-14-2 жол жатық сызықтары сызылып жатырды. Бұқарамыз айтқанда 1-14-4 жол жатық пиадалар өту жолында зебра сызығын режеге кіргізіп, резетикарында оны су рәжларын алып барамыз. Енді бұл тәртіптің әмелге асырылуы тосындан емес, әлбетте қызыл рең ең көзге тез тасталатын реңлердің бірі болып саналады. Соның үшін светофорларымызда да қызыл рең қойылған. Демек тәртібі бойынша бұл пиадалар өту жолдарында ақ һәмде қызыл реңге боялу керек пе негізі? Қазіргі уақытта ақ һәм сары реңге боялып жатырды пиадалар өту жолы. Бұл гос стандарт норматив бойынша тура келеді. Бұл бұқарамызды көрсетіп өткенде бұл ақ һәм қызыл реңге бояу су жұмыстары бойынша режеге кіртіп, көріп шығамыз. Демек енді алдымыздағы сол режелерде бұл нәзерде тұтылған қызылға бояу, ақ һәм қызылға. Келесі сұрауымыз, міне дұрыс қазіргі уақытта жолдарды құру, асфальт төсеу һәм оңлау істері алып барылмақта. Солай болса да жолдар уақытынан бұрын жарамсыз ахуалға келіп тозып қалып жатырды. Бұның себебі неде? Қадағалау мәселелері қалай болады депті да мұндай жағдайларда? Ұлыма пайдаланды автомобиль жолдарында өткен көрсетулерімізден айтып өтіп едік. Әрбір жолға түсетін, бір оққа түсетін ауырлықтар дүния стандарты бойынша реконструкция еге болса 13 тоннаға есептелінеді. Ал бізге бұрын тұрған әзірге асфальтобетон қапламалы, бұл ескі дәуірде құрылған асфальтобетон, бұл бір оққа түсу ауырлығы бүгінгі күнде 5-7 тоннаға тура келмекте. Бірақ оның үстінен әрекеттеніп жатқан өте ауыр жүк транспорт құралдарының бір оққа түсу ауырлығы болса 18-20 тоннан құрап жатыр. Бұл 2-3 есені арттырып жатыр. Сондықтан жолдарымызда бұзылу қабаттары көптеген ұшырамақтыр. Бірақ бұның алдын алу мақсатында да біз көп республикамыз бойынша 5 жерде мобиль
3 дана мобиль тарезе, 2 дана стационарный, яғни бір жерде тұратын тарезелер қойып қойыппыз. Соның есебінен сәл қысқарып жатыр, но айланба жолдармен айланып өтіп, тілекке қарсы жолдарымызға зиян жеткеріп жатырды. Енді бұндай жағдайлар анықланса, оларға қандай шара көріледі? Негізі тәртіп бойынша сол айланба жолдардан өту керек пе бұндай транспортлар? Негізі тәртібі бойынша өзің жолында жүру керек. Біздер ішкі істер қарекет қауіпсіздігі басқармасымен біргелікте рейд тәдбірлерін өткіземіз. Әрбір тарезде де сол ішкі істер сол қарекет қауіпсіздігі басқармасының қанегелер ішшілері болады, солармен біргелікте сілескен қалды рейд тәдбірлері әмелге асырылды. Егер ол белгіленген нормадан жоғары болатын болса, әкімшілік баяндамасы түзіледі оларға. Жолларда инсан қауіпсіздігін тәмінлеудегі кемшіліктердің алдын алу һәм сапластыру ілажылар бойынша тарауларда мониторинг жұмыслары алып барылама депті. Міне жолларда пиядаларменен байланыслы болған жол транспорт қатысушыларының алдын алу мәселесінде, инсан қауіпсіздігін тәмінлеу мәселесінде сондай кемшіліктердің алдын алу һәм сапластыру ілажылар бойынша дағы қандай да бір ілажылар хақында. Бүгінгі күнде мінекей әрбір жүз берген жол транспорт hadisesi жол әрекеті қауіпсіздік басқармасының сол тиесілі тарау қанегелермен біргелікте үйренімсіз алып барылады. Бұл орында сол яғни сол пиядалармен байланысқан жол транспорт hadisesi болса, мінекей Өзбекстан Шақ көшесі бойындағы сол яғни Сим кабинеті сол жерде пиядалар өту жолы алдын тәртіпке салынбаған пиядалар өту жолы. Бұл орынның өзінде сол пиядамен байланысты болған 5 жол транспорт hadisesi жүз берген сол жылдың өзінде. Бұнда да сол пиядалар жолын әрекетленіп жатқан пияданы автотранспорт арқылы қағып кеткен. Сол орын үйреніп шықты да, бұл орынға сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан бұл орынға яғни сол кнопкалы светофор құрылмасы орнатылды. Қазіргі уақытта бұл жерде сол қазір бір айдан астам уақыт өткен болса, бұл орында сол пиядалармен байланысқан жол транспорт hadisesi күзетілмеген. Сонымен мінекей пиядалардың қауіпсіздігі тәмінленіп, һәм автотранспорт құралдарына қолай жаратылды. Яғни сол пияда сол орынға келген уақытта тек қана кнопканы басу арқылы әрекетленеді, басқа уақытта автотранспорт құралдарына болса жасыл свет жанып тұрады. Демек, жүз берген қандай да бір жол транспорт қатысесын анализденіп, соң олардың алдын алу шаралары көріледі екенді. Әлбетте, әрбір жол транспорт hadisesi анализ үйреніп шығылады да, бұның үйреніп шығу тәртібі, яғни сол келіп шығу себептері неде? Яғни сол автотранспорт басқарушының өзінен болуы мүмкін, я болмаса сол жердегі жол белгілері болмаған болуы мүмкін, я болмаса светофор құрылмасы істемей қалған болуы мүмкін. Сол орынның объектілерінің бәрі үйреніп шығылады да, сол орынға тиісті тәртіпте өз жол әрекет қауіпсіздігі бөлім жанындағы, яғни арнаулы эксплуатация монтаж бөлімдеріміз бар, сол тараптан жұмыстар әмелге асырылады. Келесі сұрауымыз, жоғарыда айтып өткен жауап айтылды, бірақ сонда да оқып естіреміз. Үлкен салмақтағы ауыр жүк таситын автотранспортлардың қала ішінен емес, өзінің белгіленген орындарына қарекетленуін кімдер қадағалайды депті. Бұл қарекет жолдың жарамсыз жағдайын келтіріп шығармай ма депті да. Қазір жауап бердіңіз, енді сонда да қарамыз үшін. Бізде транспорт қадағалау инспекциясы, автомобиль һәм су транспортын қадағалау Қарақалпақ аймақлық бөлім инспекторлар тарапынан һәм жол басқармасының жаңа айтылған 5 орынға 3 мобиль тарезе, 2 стационар тарезе орнатылған. Жол гай тараппен бірге жол басқармасымен 3 қызметкер күнделікті рейд жұмыстарын алып барып жатырды. Рейд тәдбірінде тарезеден өлшенгенде ауыр салмақтағыларға 125-тің екінші несімен баянамалар рәсімдестіріп келмекте. Енді міне және бір сұрау келіп шығатты, сол орында қазір міне жүз берген жол транспорт қатысушылар анализденеді деп айттық қой. Осы жол қарекеті қауіпсіздігі басқармасы инспекторларына мұражат етпекшіміз. Енді мәселен жолменен байланысты, жолдың сапасымен байланысты жүз берген транспорт қатысушылары қалай әмелге асырылады? Сол жолдың насазлығы, яки болмаса бір жауап бермеслігі қандай да бір стандартларға, бұларда көріліп шығыла ма? Әлбетте, бүгінгі күнде сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы тарапынан жылына 2 мәртебе жолларымыз көріктен өткізіледі, яғни бәрік һәм күзгі көріктер. Яғни сол жолларымызда сол анықланған кемшіліктер, яғни сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері һәм сонымен бірге сол автожол басқармасы қызметкерлері һәм автожол басқармасы қызметкерлері бірге сол жолдар өздеріне тиесілі мекемелер бар, солар үйреніп шығады да, анықланған кемшілік, яғни жол сол шұқырлы болуы мүмкін, жол белгілерінде кемшіліктер болуы мүмкін. Бұлардың бәрі сол тиісті тәртіпте сол жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан тиесілі мекеме карханаларға ұсыныс жіберіледі. Яғни сол
белгіленген мүддет ішінде, яғни бір ай талап ететін мүддеттер үйреніп шығылады да, бір ай мүддет ішінде сапыластыру жағдайы. Егер сол бір ай мүддет ішінде сапыластырылмаған жағдайда бұл тиісті тәртіпте сол мекеме басшыларына жаримаға себеп болады. Сондай-ақ мінекей бүгін автомобиль жолдарында сол әрбір жүз берген жол транспорт полицейлері, яғни анализ қылынғанымызда бұл 2025 жыл бұл жолмен байланысты болған, яғни жолдың айыбымен байланысты болған жол транспорт жүз бермеген, ал 2024 жылда болса жүз берген. Бұндай жағдайларда сол жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан сол тиісті тәртіпте жол мекемесіне жарималар салынған. Бұл өз кезегінде соны қайта істеу, оны оңлап қою, болмаса тиісті жол белгілерін орнату бойынша да осы тиісті жол мекемелері өздері тарапынан әмелге асырылады. Келесі сұрауымыз телеграм мәнзілдерімізге келіп түскен. Ассалаумағалейкум, менің сұрауым скутер, яғни сол тоқпен жүруші құрылма 250 киловатт болса қажеттілестіру керек пе? Сатушылар шарт емес деген сондай пікірлер келіп жатырыпты депті да мұражатшы Отарбай деген бұқарамыз екен. Бүгінгі күнде мінекей сол скутерлерді тізімге алу һәм оны 2025 жыл 1 март күнінен бастап скутерлерге тізімге алыну һәм оларға атайбада айдаушылық гуақылар керек болады. Егер де бұл жағдайлар, яғни айдаушылық гуақылығы керек болса, скутерлерге мемлекеттік белгі болса, бұл жаримаға себеп болады. Қазіргі уақытта тек қана жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан бұқараларға түсіндіру жұмыстары алып барылып жатыр, тек оларға жарима салынып жатқан жоқ. Тек қана сол белгіленген тәртіпте тізім өткізу бойынша ескертулер беріліп жатыр. Өзі белгіленген, яғни сол скутерлердің арқа тарифінде баллонда өз мотор белгісі берілген, сол жерде 4 ваттан һәм 200 киловаттан аспайтұғын болса, яғни сол тезілігі 25 км сағаттан 25 км-тен жоғары, яғни сол белгілі аспайтын болса, бұл кезде 25 км жоғарыдан бәріне сол яғни сол мемлекеттік белгі һәм айдаушы гуағы керек болады. Егер сол 25 км-ден төмен болатын болса, бұларға шарт емес. Яғни сол мемлекеттік белгі керек емес болады. Демек, қазір бұқарамыз сұрап отырған 250 ватт деп жатырды. 250 киловаттымыз, бұл ваттқа шаққанда 4 ватт болып есептелінеді. Бұған тиісті тәртіпте мемлекеттік белгі керек болады. Демек, бұқарамызға керек болады қажеттілестіру. Бұл керек болады. Келесі сұрауымыз, ол да сол скутерлер хақында. Скутерлерге А категориясының берілу тәртібі қандай? Егер 20 жыл стажы болса, БС категориясы менен депті да. Бірақ А категориясы болмаса. Бүгінгі күнде мінекей скутерлерге, яғни атайбада айдаушылық гуағын алу үшін бірінші нәубетте сол 16 жасқа толған бұқараларға беріледі. Онда да 16 жасқа толған бұқаралар сол айдаушылық гуағылығы үшін, яғни сол белгіленген автомектептерде оқу курслары бар. Оқу курсларының тамамланғаны сол жерден гуағылық беріледі. Һәм сол гуағылық текарында жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының имтихан алуға тізімді өткізу бөлімінен сол жерге әмели һәмде тест сынақтарын тапсырады. Тест сынақтарын тапсырғаннан кейін сол жұмағы бойынша бұған атайбада айдаушылық гуағылығы басып беріледі. Егер де бізде БС тайпада айдаушылық гуағылығымыз болатын болса, ол кезде де, яғни 1 жыл давамында үздіксіз стажына ие болуымыз керек. Яғни біздің атымызда автотранспорт болу керек, яки болмаса сортыда болуымыз керек, я болмаса сенімхатта болуымыз керек. Осы жағдайларда болса, тек қана бұл бұқарамыз әмели имтихан тапсырады. Тек қана сол скутерді айдау ұқыптылығыменен оның бағаланады. Сонда ғана біздің сол бұқарамызға, яғни атайбада айдаушылық гуағылығы басып беріледі. Ал бізде БС тайпада гуағылық болғанменен сол ешқандай атымызда, яғни сол 1 жыл давамында үздіксіз стажына ие болмасақ, ол уақытта сол айдаушымыз, яғни бұқарамыз әмели һәмде тест сынақтарын тапсыруға мәжбүр болады. Екеуін тапсырасыз, ондан кейін ғана оған атайбада айдаушылық гуағылығы басып беріледі. Демек, басқа категориялар бар болса да, стажына да қарамастан, сол А категорияға айдау стажы болмаса, демек, ол бұқарамыз тест сынақтарынан, әмели сынақтарынан өтуге мәжбүр екен. Әлбетте. Рахмет. Енді міне сұрауларымыз келемен дегенше, сол транспорт мәселесіне қайтсақ, және мәрте. Әлбетте, жолаушылар тасу мәселесі әзір күнде алдыңғы уақытларға қарағанда жақсырақ жолға қойылып жатырыпты, көптеген жұмыстар әмелге асырылып жатырыпты. Міне таза транспортлар, үлкен автобустар әкелініп жатырыпты пайтақтымызға, республикамызға, ұлыма. Енді тек қаланың іші емес, осы республикамыз аймағында районлар, қала районлар араларында сондай жолаушылар тасу қызметлері қалай жолға қойылмақта, ұлыма алдағы режелер хақында да азған айтып кетсеңіз. Бүгінгі күнде тек қаланың ішінде емес, қала атрапындағы жөнелістердің мәмесі М2 тайпаға өткеріліп борылған. М2 дегеніміз бұл сыйымдылығы, жолаушылар сыйымдылығы 8-ден артық болған, артық адамды өз ішіне алатын. Сыйымдылығы 8 адамға жеткен. Транспорт құралдары болып есептелінеді. Одан кейін үлкен районларымыздың ішінде, мысалы, Қожелі районы, Қоңырат районында ішкі жөнелістер үйреніп шығылып, басқыш М2 тайпадағы микроавтобус, яғни микроавтобусларға өзгерту ережелестірілген. Бұнан тысқары Нөкіс қаласында әзір электробустарды алып келу бойынша да бір үлкен жой бар бастағанбыз.
депо құру бойынша электробустар бұл да режимізде бар. Міне қазір жоғарыда айтып өттік қой, сол жолаушы, тасушы транспортлардың қатынасында көбірек жол транспорт қайтселер болып жатыр депті. Әлбетте бұл да жүдә аяншылы жағдай. Енді жеңіл машиналардың арасында көплеп қандай жағдайларда ұшырасып жатыр бұндай жол транспорт қайтселер? Мінекей бүгінгі күнде республикамызда 3 ай давамында, сол 3 ай давамында 92 жол транспорт қайтселер жүз берген. Сонда мінекей 72 жағдайда құтқарылған дене жарақатын алған. 18 жағдайда болса бұл адам өлімімен байланысты жол транспорт қайтселер жүз берген. Бұл өз кезегінде автотранспорт басқарушылар тарапынан, яғни сол тезлікті асыру, яғни сол үлкен, яғни сол районlardan районға қарап қатынаушы такси, жөнелтіс таксилерде тезлікті асыру нәтижесінде, жолдың қарама-қарсы тарапынан шығып кету нәтижесінде, сондай-ақ мінекей светофордың қызыл шырағында мінекей 4 жағдайда болса, мінекей спиртлі ішімдік ішіп автотранспорттың басқару нәтижесінде жол транспорт қателіктері жүз берген. Бұл жүз берген жол транспорт қателіктері сол әрбір жағдайда, яғни сол үйрену жұмысынан алып барылады. Сондай-ақ мінекей бүгінгі күнде сол жол патруль қызмет инспекторлары hamda жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасының сол техник қадағалау бөлімі бар, сол қызметкерлер тарапынан сол үгіт-насихат жұмысы алып барып жатыр. Мінекей соған қарамастан бүгінгі күнде мінекей республикамыз аймағында 2024 жылдың 3 ай давамына қарағанда сол жылдың өзінде жол транспорт қателіктерінің асып кетуіне жол қойылған. Бұнда сол бірінші нәуетте автотранспорт басқарушыларының жол әрекеті қағидаларына әмел етпеуі. Яғни сол жаңа айтқанымыздай светофордың қызыл шырағы бір ең ауыр ақпараттар алып келуші бір жол транспорт қателігі есептелінеді. Басқа мәселен мінекей өзінің жолымен әрекетленіп жатқан светофор әрекетленіп жатса, екінші тараптан сол қызыл шыраққа бойсұнбау нәтижесінде мінекей көбірек жол транспорт қателігін жүз беріп отырды. Алдыңғы уақытлар, мәселен, алдыңғы жылдарды алып салыстыратын болсақ, Тұрсынбай, өзіңіз білесіз, көплеп жол транспорт қателіктері спиртлі ішімдіктер ішіп транспорт басқарулардан келіп шығатын еді. Тезлікті асыру, міне бұндай жағдайлар қазіргі күнде жүз беріп жатыр ма? Әлбетте, бүгінгі күнде сол тезлікпен байланысты болған жол транспорт қателіктерін сонымен Беруни район аймағында, Ерлікқала район аймағында, сондай-ақ Қоңырат район аймақтарында жүз берген, сондай-ақ спиртлі ішімдікпен байланысты болған Нүкіс қаласында жүз беріп жатыр. Бұнда сол автотранспорт басқарушысы сол бүгінгі күнде мінекей яғни сол жинаят процессуалдық кодексіне де, жинаят кодекслеріне де өзгеріс қосымшалар кірітілді, яғни сол спиртлі ішімдік автотранспортын басқарудың яғни санкцияларына өзгеріс кірітілді. Бірінші мәрте спиртлі ішімдік басқарса, автотранспорт басқарушылар алдылары яғни сол базалық есептелген ауданның 25 есесін ауданында жарима төлеп, 1 жыл 6 айға айдаушылық куәлігінен махрұм болатын болса, қазіргі уақытта мінекей базалық есептелген ауданның 50 есесін ауданында жаримаға hamda 3 жыл сол айдаушылық куәлігінен айырылу құқығы. Жазаның күшейттірілгені аз ғана болса да бұндай жағдайлардың салыстырылуына қазіргі күнде бір өзінің несін көрсетті ме, нәтижесін? Әлбетте, өзінің нәтижесін жылға салыстырғанда. Жылға қарағанда салыстырғанда өз нәтижесін көрсетіп жатырды. Сондай-ақ мінекей. Рахмет. Тұрсынбай, міне көрсетуіміз, құрметті меймандар, көрсетуіміз өзі уақыты бар. Солай екен, қазір режиссеріміз 1 минут уақытымызға қалған белгі беріп жатырды. Солай болса да соңғы сұрауды оқып естіріп қалуға харекет қыламыз. Міне РЕС-ГАИ деп айтылады, Республикалық жол қарекет қауіпсіздігі басқармасының алдындағы жолдан үлкен жүк тасушы автотранспортлар жүрмеу керек, себебі халық тығыз жайласқан, һәм мектеплер бар. Екіншіден, бұл жарамсыз жолға себеп болмақта. Жол транспорт қателігінде үлкен жүк тасушы автотранспортлар қателіктері де болып жатырды депті да. Негізі бұл жолдардан жүк тасушы үлкен салмақтағы транспорттар өту рұқсат берілген бе? Себебі бұл Тақаташ районына, Қожелі районына да өтетін жолдар бар да берді. Жол халықаралық жол болып, А80 Ұзар Оқыран Нүкіс Бейнеу автомобиль жолының бөлімі, яғни ол жерде өткен бөлімі 773-775 жылғы километр аралығы. Ол жолдан үлкен транспорт құралдарын әрекетленуін шектеу мүмкін емес. Демек, қазір шектей алмаймыз. Шектей алмаймыз. Халықаралық жол болып есептеледі. Халықаралық жол. Әзілер, уақытымыз шумақланды. Солай екен, жолларымыз хәмеше бейхатер болсын, hamda еліміз хәмеше абат болсын деген жақсы тілектермен бүгін көрсетуімізді жұмақлаймыз. Аман болың.